Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай тесік болып пісетін блиннидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа 4 жұмыртқаны саламын. Мен бұны бір есеге көбейттім. Сіздерге аздау керек болса 2 жұмыртқамен жасай берсеңіздер болады. Мінекей толық рецептіні видеоның астына жазып қоямын. Одан кейін шекерімізді салатын боламыз. 8 қасық шекер салатын боламыз. Жұмыртқа мен шекерімізді жақсылап араластырамыз. Енді 1 кішкентай қасық тұз салатын боламыз. Енді осы жұмыртқаның үстінен ұнды шетінен салатын боламыз. Бірденен салып жібермеңіздер, шетінен саламыз. Сүтті де бөліп құятын боламыз. Бізге 2 стакан ұн қажет болады, яғни 400 грамм ұн қажет болады. Оны бірденен салып жібермейміз, шетінен салатын боламыз. Сүт құямыз, сүттен кейін ұнды құямыз, ұнды саламыз. Яғни кезектен құйып араластыратын боламыз. Мінекей жақсылап араластырамыз. Сүт пен ұнды кезек салып, жақсылап араластырасыздар. Артық болып қалмауы қажет. Осылай жақсылап араластырып аласыздар. Мінекей жақсылап араластырып алдым мен. Енді қайнап тұрған суымызды шетінен құятын боламыз. Міндетті түрде қайнап тұрған су болу қажет. Одан кейін пісте майымызды қосамыз. 8 қасық пісте май қосатын боламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Қайнап тұрған суымызды шетінен қосатын боламыз. Бірденен қосып жібермеңіздер, кішкенеден қосып араластыратын боламыз. Осылай тура видеодағыдай жасағандарыңыз дұрыс. Сонда блинниларыңыз өте дәмді, керемет, тесік болып шығады. Осы блиннидің рецептісін барлығы менен сұрайды. Сол себепті видеоға түсіріп көрсетіп жатырмын. Сіздердің де пайдаларыңызға жарасын. Мінекей қоюлығы осындай болуы қажет. Мінекей массасы осындай сұйық болып шығады. Сұйық емес, қою емес. Осылай болып шығады. Енді пісіруді бастаймыз. Табамызды жоғарғы отқа қойып, сұйық май кішкене тамызып, көп құйып жібермеңіздер. Сосын блиннimізді құйып, осылай пісіретін боламыз. Мінекей тесік әдемі болып шығып жатыр. Сұйық майды бір рет қана құясыздар табаға. Одан кейін қажеті жоқ. Ары қарай олай жабыспайтын болады. Арғы беті тез піседі. Мінекей құймақ негізі тез піседі, 1-2 минутта пісіп қалады. Мінекей құймақ пісіп болған соң мен ішіне сары май жағамын. Ортасы жабыспайды, сосын дәмді болып шығады. Сіздер де дәл мен видеомдағыдай жасап көріңіздер. Дәмді, керемет болып шығады. Мінекей келесін дәл солай жасайтын боламыз. Мінекей осылай, дәл осылай пісіріп ала беретін боласыздар. Құймақ негізі тез піседі, 1-2 минутта пісіп қалады. Біздің балалар құймақты өте жақсы көреді. Әрдайым жасап беретін боламын. Сіздер де осылай жасап берсеңіздер болады. Ортасына май жақсаңыздар, құймақтың ортасы жабыспайтын болады. Әрі дәмді болып шығады. Дәл осы рецепт бойынша жасап беріңіздер. бір жасағаннан мінсіз болып шығады.
Негізі құймақ осылай тесік болып жіңішке болып шығады. Осылай шетінен пісіріп ала бересіздер. Маған көп құймақ керек болғандықтан 2 есе қылып жасадым рецептісін. Сіздерге аз керек болса, осыны 1 есе азайтатын боласыздар. Мінекей өте керемет болып шығып жатыр. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Мен каналыма дамуына үлес қосып, қазақша контентті қолдап, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тағы да видео салатын боламын. Көрмей қалмау үшін подписацияның жанындағы қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сонда мен видео салғаным сіздерге келіп тұратын болады. Өткізіп алмайтын боласыздар видеомда. Ұнаса лайк, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!